Мына кешегі Нарген жені бүкіл халықты шулатқан үшін заң алдында сізде жауап беруіңіз керек. Бұл жерде үлкен шикілік бар, байқасаңыз. Ана кісі, біз сөзін айтпаймын, ана бастық. Наргенжек жұмысқа келмейді. Бұл үлкен қоғамдық жұмыста жасайсыз. Қоғамдық жұмысқа сіз жұмыста қалмауыңыз керек, Наргенжек ханым. Ол жігіт солай айтады, тойда жүреді Наргенжек үнемі деп. Үнемі сіз командировка тойда жүрсіз әр қалада. Сіз сонда қалай анандай жұмыста жасайсыз? Значит, сіз мына еркекті айтқаныңмен жүргізем деп ойлағансыз ғой. Бұл еркек сізге көне қойды, бүкіл нені шулатқансыз. В общем, екеуіңізде де шикілік бар. Біздің Қазақстанның заңы дұрыс болса, мына екеуін жауып қатар, екеуін де жұмыстан қуу керек. Ондай жерде әнші жұмыс істейтін болсаң, сен көшеге шығып ән айту қақың жоқ. Ресторан жағалап ән айтқанда жақсы ғой. Сонда сен жұмыс уақытында қалай барасың ол жерге? Жұмыс деген тек қана суббота воскресенье демалатын жұмыс қой, жексенбі, сенбі күні. Саған не ойыншық па не жұмыс? Бұл соны требовать еткен шығар. Мүмкін екеуің араларында не болғанда біздің шаруамыз жоқ. Құрметті қазақ елі, әнші сымақтар сіздерге қатаң түрде ескерту. Халықтың артына тығылуды доғарыңыздар. Халықтың басына іс түскенде неге солай еңіреп шықпайсыңдар? Енді келіп халықтың артынан сөйледің, жыладың, халық қолдады. Ана бет табақта еркектің сөзін сөйлеп татуластық деген не сөз? Сонда қалай келістіңіздер екеуіңіз? Алдында келіспедім деп шықты, бірдеңе сұрады дедім. Не сұрады? Енді сонымен келісі ме? Заң бар бізде. Мынандай әншілерді және жаңағы татуластық деген басшыны жұмыстан қуу керек бұларды. Бұндай екіжүзділік не керек? Халықтың артына тығып шаруаларын шешілген кезде кешірім сұраған болып. Керек емес, кешірімді үйлеріңде отырып сұрау керек еді. Елдің алдына шықтыңыз ба? Заңның алдына жауап беру керек. Бүкіл қазақ қыздарының арулардың намысына тиді деп сөйледім, Наргенжек ханым. Жетер, халықтың артына тығылып, өздерінің шаруаларын шешіп, ешектерің судан өтіп кеткен сияқты болуды доғарыңыздар. Түсінікті ма сіздерге? Заң бәрімізге ортақ, екеуіңіз де заң алдында жауап беріңіздер. Енші, бүкіл халықтың атынан, қазақтың ару қыздарының атынан деп сөйледі ғой. Енді қалған қазақтың ару қызын сонда кімге тастап кетіп барасың сен? Кешірім беретіндей. До конца бару керексің, до конца. Бұндай есі шын болса, өтірік айтқансың, или онда өтірік айтсаң жауап бересің үшін. Шын айтқан болсаң, мына жігіт заң алдында бүкіл қазақтың арулары үшін жауап беру керек. Жұмыстан кеткен ештемес, төрбенің